Шетелдік инвестицияларды күтпей-ақ өзінің тірлігімен шағын бизнесін дөңгелетіп жатқан отандастарымыз да бар. Жамбыл облысының Мойынқұм ауданында жергілікті кәсіпкер қирап тұрған автобекетті жөндеп, бірнеше бағытқа автобус рейстерін жіберді. Енді аудан халқы Шу мен Таразға, сондай-ақ Алматыға арзан бағамен жетуге мүмкіндік алып отыр. Осыған дейін тек таксимен ғана қатынаған жұртшылық үшін бұл өте жағымды жаңалық. Аудан орталығы Мойынқұм ауылындағы автобекеттегі тіршілік осыдан 20 жыл бұрын тоқтаған еді. Бұл уақыт ішінде ғимараттың тоз-тозы шығып, қаңырап бос қалған болатын. Қазір қайта жанданды. Жөндеу жүргізіліп, нысан халыққа қызмет көрсетуде. Алматыға. Ой, рахмет. Жергілікті тұрғындарға автобекет жұмысы тиімді болып тұр. Бұрын 100 шақырым жерде жатқан Шу қаласына жету үшін көпшілік таксимен 1200 теңгеге баратын. Қазіргі жол жүру бағасы 600 теңге. Бұл шаруа жол бойында жатқан өзге ауыл тұрғындарына да жақсы болды. Әсіресе ұл қыздардың үйіне қонақ болып баратын қариялардың жүрісі көбейген. Бұрын Таразға біз такси жалдаймыз. Біз ол 3,5 мыңнан. Ойшы оған орын болса, түнделетіп күтіп отырамыз. Ал енді қазір қуаныштымыз, мінекей дамып келеді ғой, даму деген осы емес пе балам? Таразыңыз мінекей 1200 ба, 1300 ба, сонымен жүріп жатыр. Алматыңыз 2,5 мыңмен жүріп жатыр. Өте үлкен ризашылығымызды білдіреміз Пернебайға. Пернебай Рысымбетов осы жердің тумасы. Жас кезінде Таразға қоныс аударып, сонда тірлігеткен. Былтыр туған жерінде қайта көшіп келіп, ауылдастарының тұрмысын тіктеуге кірісті. Көкжілік, Қызылту, Бірлік, Кеңес ауылдарын, осы ауылдардың бәрін ала кетеді. Жол жөнекей Алматыға дейін. Шуға дейін осы алып кетеді. Шудан бері қайда алып кетіп, ауданымыздың әкімшілігіне осы береміз деп отырды, субсидия көмек. Сондай көмектер беріп осында шығанақ, ақбақайларға да жүргізсек деп отыр. Сондай-ақ алдағы уақытта аудан орталығына жақын жатқан елді мекендер мен Мойынқұм ауылының ішінде автобустар жүргізу жоспарда бар. Нұржан Мергенбай, Рауан Байгенже, қорытынды жаңалықтар, Жамбыл облысынан.